Қалайсыздар ағайындар, қалдарыңыз қалай денсаулықтарыңыз, үй іш бала қалай, аман есен ба? Өшіп жатсыздар ма қазақтарым? Әлеуметтік желіге көп болды кірмей кеткенімізге қол тимей отыр қу тіршілік. Банк үшін жұмыс істеп жатқан қазақ қыздардың біріміз әйтеуір, Аллаға шүкір. 85 мың айлық алып, 5 мың теңге продуктыға қалған 80 мың кредит жауып жүрген адамдардың біріміз десең, әңгіме мына болып тұр, әлеуметтік желіге көп кірмей бір ашып кіріп қалсам елдің бәрі Мұхтар Шаханов атамыз деп жүгіріп жатыр. Дұрыс. Жатқан жері жайлы болсын, арт жағындағы өсіп баратқан ұрпағына сабыр деп айтайын мен енді. Оңай емес, кәдімгідей ол кісіні жоғалтып алымыз. Енді сол кісінің әңгімесінің жан-жағында бір көшенің атын берсек деп, мынау Роза Байкеева атындағы көшені ауыстырайық деген бір ойлар туып жатыр екен де, кәдімгідей бір заңгерлер әңгіме айтып жатыр екен. Сол нені пайдалана отыра мен бір өзімнің бір жақсы көретін ағамыз болған енді бұл өмірде. Заманбек Нұрқаділов деген ағамыз. Не істеді? Келді да жоқ дегенде біраз халыққа, біразын айтпаймын, санын білмеймін, бірақ өте көп деп ойлаймын менің ойымша. Мен үшін көп енді, басқа үшін білмеймін. Жерді беріп кетті. Думандағы жерді бір андай мындай жердің бәрін беріп кетті, қазақтың жерін. Аллаға шүкір. Сондай ұлы азаматтың атына неге бір үлкен бір көше бермеске деп ойлаймын мен. Мысалы, Абай көшесі бар, Төле би көшесі бар, Райымбек көшесі бар, Әл-Фараби. Сол сияқты бір үлкен бір көшелердің бірін беру керек деп ойлаймын. Анау-мынау емес Алматының әкімі болды. Анау-мынау емес қазаққа еңбегі тиді деп ойлаймын мен. Мен ойлап анау Мұхтар Шахановты кішірейтіп тұр деп тұрмаңыздар. Просто сол кісінің темасы көтеріліп жатқаннан кейін Заманбек Нұрқаділовті кезінде ұмытылып кетті ма деп ойлаймын енді. Қазір мысалы көтеруге болады деп ойлаймын. Кімнің ойында бар осындай нәрсе. Енді менің ойымда қазір туындады деп айтпаймын. Біраз айлар, жылдар болды осы туындап жүрген. Сондай бір үлкен көшені сол кісінің атына бермеске. Маған бір қазаққа еңбегі тиетін үш адам болу керек деп ойлаймын. Ол қай жағынан? Кредитті жаппай кешіріп тастайтын адам, бірлеттік. Жаппай қазаққа кем деген зарплатысын миллион қып тастаса, кем деген зарплата миллион. Охрана болсын, басқа болсын. И жаңағындай жерді қиқын шығарып 20 сотықтан беріп тастау керек. Әйтпесе сырт жақтан кіріп келатқан жаулар жетеді. Негізі біліп-білмей жүрген үйінде отқан адамдар білмейді оны. Жаулар көп негізі. Сондықтан сондай ұлы кісінің атына бір әдемілеп бір үлкен көшені неғып бермеске. Қалай ойлайсыздар? Кәдім келатқанда Заманбек Нұрқаділовтың көшесіне келатырмын. Ассалаумағалейкум деп амандасып өтетінше, ол кісі қазір достойны мен гарантия бере аламын деп айтамын. Мен Құдаймен себебім жоқ, бірақ железно Райымбек батырдың жанында мынау Абылай хан, Керей, мықты батыр хандарымыз кетті ғой. Бөгенбай деген сияқты тағысындағы барын айтпай ақ қойын, оған уақыт жетпейді. Өте көп біздің мықтыларымыз болған. Сол кісілермен жоқ дегенде қолдарына су құйып беріп жүр деп ойлаймын. Жоқ дегенде. Ал өскелең ұрпақ біз барып енді білмейміз, трәпкі бола аламыз ба, ол жерге бола алмаймыз ба, олардың қатарына кіргізе аламыз ба, или жай тұшық-құш болып кетеміз ба, оларға бірден болып кетеді ау, что-то біз бүйтіп қарағанда жіберіп қоятын балалар болып тұрық қой қазір былайша айтқанда. Сондықтан сондай кісілерге, мықты кісілерге, Заманбек ағамыз сияқты мықты кісілерге бір үлкен даңғазарадай, тағайтылып айтам, өте үлкен көшелердің атын беру керек деп ойлаймын. Кәдімгідей астынан үстінен жазып, Заманбек Нұрқаділов деп жазып, атын әлемге айгылы жасау керек негізі. Не бір мықты лелерді сол жерге көшенің бойына салатын нәрсені салып. Қалай ойлайсыздар? Ол кісі Алматының әкімі болған, екіншіден жаңағында жер берген. Жаңа 3 сатты берген адамдардың бәріне беру керек, қаланың атына шейін аударып тастау керек. 3 сатты орындаға мен айтқан. Сондықтан қалай ойлайсыздар? Жазып отырыңыздар. Ал бүкіл көше негізі енді қазақтың көшесі болу керек деп ойлаймын енді. Қалай ойлайсыздар? Жазып отырсаңыздар.